Қыздар сәлем, бүгін сіздерге беттегі әжімді кетіретін және беттегі қара дақтарды кетіретін әртүрлі пятноларды, жаңағыдай бір жағы қызыл, бір жағы қара болып тұратын беттегі әртүрлі цветтерді бір қалыпқа келтіретін масканы ұсынатын боламын. 25-30 жастан асқан қыздарға келеді. Кешкі уходқа, кешкі күтімдеріңізге қосқандарыңыз үшін. Бұл куркумадан жасалатын маска. Куркума кондитерлік өнім ретінде қолданады. Бұның құрамы B1, B2, B3, B6, С2, мед, калий, фосфор, кальций бар құрамында. Осы куркуманы біз маска ретінде бетімізге қолданатын боламыз. Яғни ең бірінші бізге керегі 2 шай қасық сметана керек. 2 шай қасық сметанаға 1 шай қасық куркума қосамыз. Яғни сол екеуін араластырып бетімізге жағатын боламыз. Бетімізге масканы жақпас бұрын ең бірінші бетті тазалап аламыз. Яғни мицелляркамен тазалағандарыңыз үшін, или болмаса лосьонмен. Куркуманы қоймалжың түске енгенше араластырып алдық. Яғни ең бірінші куркуманы жақпас бұрын аллергиялық реакцияңызды тексеруіңіз керек. Яғни кішкене куркумадан алып білегіңізге жағасыз. 15-20 минуттай күтесіз. Егер 15-20 минуттың ішінде қызарып, бөртіп, ешнәрсе болмаса, қышытпаса, онда бетіңізге жағуыңызға болады. Ал егер 15 минуттың ішінде, 15 минуттан кейін қызаратын болса, бөртпелер пайда болатын болса, оны бетіңізге жақпағаныңыз дұрыс. Ұстауға болады. 30 минутте ұстау керек. Масканы жағып болғаннан кейін бетіңізді пенкамен жуыңыз, бетке арналған. Сол кезде сары дақтар қалмайтын болады. Бетімізге жағып болдық. Енді жарты сағаттай күтетін боламыз. Міне бетімді жуып келдім. Бұл масканы жарты сағат ұстадым. Жарты сағаттан кейін пенкамен жуып тастадым. Яғни бір жаққаннан еш нәрсе нәтиже бермейді. Яғни бірінші бетті тазалап алып, міндетті түрде аптасына 2-3 рет, 1 ай, 2 ай тұрақты жасауларыңыз керек. Сонда беттегі терілеріңіз жақсарады. Ең бірінші бұл масканы 25-30 жастан асқан қыздарға ғана жасауға болады. Неге? Бұл себебі бұл әжімнің алдын алады. Өте күшті маска. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.